Тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Шырмалған тағдыр 11-12 бөлімдері. Қазым Мәжижеден күдіктеніп Мәжиженің үйіне келді. Бірақ Мәжиже Қазымға кешірім сұратты. Және де Ахметті не үшін мұншалықты қатыгездікпен ұрғанын түсінбеді. Сол кезде Ахмет: Мәжиже, екеуміз бір-бірімізден ештеңеде жасырмайықшы, деді. Ал Жиһангер болса, Қазымның үйде жоқ екенін біліп, оның сейфін ақтарып, өзіне қатысты флешканы тауып алып, өзіне қатысты бейнежазбаның көзін құртпақшы болды. Сөйтті де оны ноутбукқа тығып көргенде, Қазым үйге келе жатты. Ойында ештеңе жоқ. Сөйтті де Нериманды көріп бөлмесіне, кабинетіне барды. Мәжиже Коконың жол апатына түскенін естіді. Оның бәріне Ахметтің кінәсі бар екенін Мәжиже еш күдіктенбеді. Бұған не болды екен деп. Қазым кабинетіне кіріп барса, Жиһангерді көрді. Ал Ахмет болса, қылмысын жасыру үшін Тунышқа хабарласты. Ал оны естіген анасы көмектесенді. Ол да бір деп ренжіді. Ахмет қатты ашуланып кетті, не істерін білмей. Ал Мәжиже не болғанын түсінер емес, бірақ Ахметке сеніп отыр. Барлығын анықтайды, бұның кім істегенін де анықтайды деп Ахметке сенім артып отыр. Ахмет те рөл ойнап отыр. Сера: сен кіммен сөйлесіп жатсың, деді Зафирге. Ахметпен, деді. Жұмыс бабымен. Түн жарымында ма? Мені бұлай ақымақ қылмашы, Зафир, деді. Зафир де ашуланып кетті. Сара ауруханаға келіп Ахметтің көзіне қарады. Мәжиже екеуін таныстырып жатқан кезде Сара: мен бұл кісіні танимын, деді. Сәлеметсіз бе деп Ахмет бір-бірімен амандасты. Бірақ Сара Ахметке қарап: сенің көзің біртүрлі ғой, деді. Сол кезде Мәжиже: Ахмет менімен бірге болды, шаршаған болар, содан болар, деді. Мәжиже Сараға: мен үйге барып келейін, сен Коконың жанында осында болшы, деді. Сара бірдеңеден күдіктенетін сияқты. Ахмет Коконың кафеханасына барып есікті бұзды. Сол кезде Мәжиже келе жатқан кезде жаңағы Ахметтің адамы Ахметке хабарласудың орнына хабарласпай үндемей отырды. Сол кезде Мәжиже дәмхананың алдына келгенде есіктің ашық тұрғанын көріп ішіне кірді. Және де ол адамды таба алмады. Тоқта деймін саған, тоқта, деді. Сөйтті де Ахметке хабарласты. Ахмет Қазымға келді. Сен не үшін Мәжиженің үйінде жүрсің? Қорапшаны не үшін апардың, деді. Бірақ Қазым оны естімегендей: сен неге Коконы аварияға түсіресің? Бар жаман атақ маған келетін болды ғой, деді. Жиһангер анасына барды. Анасы: сен Ахметтің бейнежазбасын сен ал. Тунш алмау керек оны, деді. Ол сенде болсын, деді. Не үшін апа бұның бар, не үшін істеп жатсың, деді. Мәжиже ауруханада сыртқа шығып дем алмақшы болды. Ахметтің адамы келіп Мәжижеге бірдеңе айтпақшы болды, бірақ айта алмады. Тунышқа хабарласып Ахмет бейнежазбаны алуын айтты. Ал ол 1 сағатта дайын болады, деді. Мәжиже ішке кіріп: Ахмет, жүгір, Коко оянды, жүгірсеңші бол, деп Мәжиже қатты қуанды. Сөйтті де палатаға кіріп Коконы көрді. Коко 16 деп бірнеше рет бір санды қайталады, көліктің санын. Мәжиже сыртқа шығып: бейнежазбаны таптыңыздар ма, деді. Ахмет: сен бұны айтпағансың ба, деді. Қандан сүйіктісіне сені сүйемін, сенің болғаныңа шүкір, деп жатқанда оған телефон берді. Жақсы болды, деді. Бірақ әйелі кеп қалып Қанданды сыртқа қарай қуды. Сара тағы да ауруханаға келді. Бұлар полициялар тым істемейді. Күдіктене бастадым, деді. Ахмет көлікке қуанышты кейіппен кірді. Жақсы жаңалық па, деді.
иә бір жақсы жаңалық бар деп Мәдижені Ахмет алдап қойды. Қазым ауруханаға бара жатыр. Сол жүргізушісі бейне жазбаны Фериде ханым алғанын айтты. Мәдиже Яшар мырзамен сөйлесіп жатыр. Әйелін емдетуге апаратынын айтып жатыр. Сіз де бізбен барасыз ғой? Мәдиже ханым иә деді. Иә, ертең барам деді. Сөйтіп екеуі қоштасты. Ал Ахмет болса Мәдижені есігінің алдына әкеліп тастап кетті. Оны көлігінің 16-сын көріп, мына көлік 16 ғой деп ойланып қалды. Бірақ ол болуы мүмкін емес деп Мәдиже оған сенбеді. Қазым Нериманға хабарласты. Нериман, сен бүгін менің қасымда жатпадың ғой деді Қазымға. Жататындай уақыт болмады деді. Сен қайдасың деді. Ауруханадамын, дәрігерге келдім деді. Ол дәрігерге араларында не бар? Не үшін жүрсің деді. Нериман, басқа айтатын әңгімең жоқ па? Жай ғана ақылдасу үшін, сөйлесу үшін келдім деді. Қазым дәрігерге келді. Терапияны бастамай жатырып, Қазым мырза, сізбен сөйлескім келеді деді. Жиһангер мен Ахмет кеңсе алдында сөзге келіп қалды. Мәдиже анасымен сөйлесіп жатыр. Қандан туралы сұрады. Қанданның жағдайы қалай деді. Жақсы, бір қалыпты. Бірақ жігітінен көңілі қалған сияқты. Бөлмесінен шықпайды. Қайта-қайта жылайды. Болмаса үйіне қайтпайды деді. Сол кезде үйдің қоңырауы басылды. Анашым, есікті аша қой деді. Бар, есікті аша, Қанданның жігіті келіп тұр. Қандан мұнда жоқ деді. Қандан деп айқайлап жатқанда Қандан шықты. Мен сені көргім келмейді, Федат деді. Бірақ сонда да кірді ішке. Дәрігердің затын Нериман сындырып кеткен. Сол затты екеуі ұстап тұрғанда Нериман ішке кіріп келді. Сен осы көңілдесің бе? Сен осы дәрігермен көңіл қосып жүрсің бе? Маған айтпай деді. Нериман, бұл сен ойлағандай емес деді. Сонда да Нериман сенбейді. Кірпі деген кім деді. Кірпі деген мен деді Қазым. Ал Мәдиже болса Сараның үйіне келіп, Сараның миын аштып, аузы жабылмай үйін жинап тастады. Мәдиже, Құдай үшін, аузыңа да тыным болмады ғой. Кел, қасыма отыршы деді. Сөйтті де мен жұлдыз жорамалға қарап, сен Қазымға ғашық боласың, бірақ Қазымға айналып бара бересің. Ол өте қауіпті адам, деді Сара Мәдижеге. Берейін ханым Нариманға ақылын айтып жатыр. Сен Швейцарияға баруың керек, деді. Зафир Ахметке Қазым сені жұмыстан шығармақшы. Солның жұмысы маған тапсырды. Алдағы апта сені жұмыстан қуат Қазым деді. Бар, айтарың сол ма деді. Балам қайда? Баламды айт. Баламның жағдайы қалай деді. Қазым болса Ферақпен ақылдасып Ахметтің бейне жазбасының қолға түсірді. Сендегі бейне жазбаны өшіріп таста. Ахметті уысыңнан шығарма. Оны бақыла, деді. Сіз неге менімен біріктіңіз деді. Біз серіктес емеспіз бе деді. Қандан болса Мәдиженің анасын құшақтап, мен демалысқа кетемін. Демалып қайтатын болдық деді. Сол кезде жігітіне біреу қоңырау шалып қалып, Қандан екеуі демалысқа бармайтын болды. 1 минутта болған жоқ қой бұл әңгіменің болғанына деді Мәдиженің анасы. Нериман Сараға емделуге келді. Фильмнің жалғасы бар.